Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тың жерлерді игерудің экономикалық, экологиялық және демографиялық салдары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты демографиялық өзгерістердің себеп салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау. Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беретін боламыз. Енді тың және тыңайған жерлерді игеру реформасы тұсында кеңес үкіметін басқарған бұл Никита Хрущев болатын. Қазақстанды басқарған 54 жылы Пономаренко келген болатын. Оған дейін 54 жылға дейін Қазақстан Компартиясын басқарған. 1946-дан 54 жылға дейін Шаяхметов болған. Шаяхметов осы тың және тыңайған жерлерді игеруге қатысты өзінің келіспеушілік көзқарастарына байланысты орнынан босатып, орнына Пономаренконы қойған болатын. Енді тың және тыңайған жерлерді игеруге келетін болсақ, ол 1954 жылы Кеңес одағының коммунистік партия орталық комитетінің пленумы астық өндіруді арттырудың және тыңайған жерлерді игеру туралы қаулысы қабылданған болатын. Тың және тыңайған жерлерді игеру идеясының негізгі мақсатына келетін болсақ, бұл азық-түлік тапшылығын шешу, астық өндіруді арттыру болып табылады. Одақ бойынша тың жерлерде игерілген аймақтар бұл Қазақстан, Орал, Сібір, Солтүстік Кавказ, Еділ бойы болса, Қазақстан тың жерлерде игерілген аудандар бұл Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Торғай, Павлодар өңірлері болып табылады. Енді 1954 жылы жыртылған жер көлемі бұл КСРО бойынша 54 жылдың өзі 13,4 миллион гектар қамтыса, Қазақстан бойынша 6,5 миллион гектар жерді қамтыды. 1955 жылы жоспарланған 7,5 миллион гектардың орнына 9,4 миллион гектар жер жыртылған болатын. Одақ бойынша барлығы 42 миллион жер игерілсе, соның 25 миллион гектар жер Қазақстанда игерілген болатын. Яғни 50%-дан астамы Қазақстан жерін қамтып отыр. 1956 жылы республикада 16 миллион астық жиналды. Тек 1954-55 жылдар Қазақстанда жаңа 337 совхоз құрылған болатын. Енді 1954 пен 59 жылдар аралығында тың игеруге 20 миллиард сом қаражат жұмсалды. Осы 54-62 жылдарында тың игеруге КСРО-ның еуропалық бөлігінен Қазақстан өңіріне 2 миллион адам көшірілген болатын. 1940-1950 жылдар ішінде Қазақстанда 15 жаңа қала, 86 қала тұрпатты поселка, жүздеген шағын елді мекендер пайда болды. Қала халқының үлесі 1939 жылы 28% болса, 59 жылы 44%-ға дейін артқан болатын. Тың игерілген кезде Қазақстанның 5 облысында 200-ден астам ауылды және село аттары орыс тілінде қайта өзгерді. 1960 жылдарға қарай Қазақстан тың өлкелерінде 9 миллион гектар жер эрозиясына ұшырады. Қазақстан КСРО-да ең ірі астық тың республикаларының біріне айналған болатын. Тың жерлерді игерудің салдарына келетін болсақ, енді жаңа фактілерге тоқталдық. Экономикалық салдары бұл ауыл шаруашылық өнімдері күрт артты, яғни астық, бидай артқан болатын. Жаңа елді мекендер, инфрақұрылымдар, яғни жолдар салынды. Қазақстан КСРО-ның негізгі астық аймағына айналды. Алайда агротехникалық талаптар сақталмағандықтан топырақ тозып, кейін өнім көлемі төмендеген болатын. Енді экологиялық салдарына келетін болсақ, қара топырақ эрозияға ұшырады, жердің құнарлылығы азайды, жел мен су эрозиясы күшейді. Мысалы, Ақмола, Қостанай облыстарын айтуға болады. Ағаштар мен өсімдіктер жойылды, жердің табиғи балансы бұзылды. Демографиялық салдары бұл тың игеру нәтижесінде Қазақстанда жоғарыда айтып кеттік, 2 миллион астам адам қоныс аударылды. Негізінен орыстар, украиндар, белорустар. Яғни соның салдарынан қазақ халқының үлесі азайды, тұрғындардың ұлттық құрамы күрт өзгерді. Бұл кейін тілдік және мәдени саясатқа үлкен ықпалын тигізген болатын. Тың игеру алғашқы жылдар экономикалық пайда әкелгенімен, ұзақ мерзімді экологиялық және демографиялық тұрғыда күрделі мәселелер туғызды. Енді осы ақпаратты
пайдалана отырып, мен айтқан ақпаратты пайдалана отырып, осы ютубтың астындағы комментарийлардағы ссылкаға кіріп, тест тапсырмаларды орындайсыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.